Сәлем достар, бұл балалардың ақыл ойын дамытуға арналған кітапша. Ең алғашқы бетте алма ағашының үлгісі бейнеленген. Оның үстінде алмалар жабыстырылып тұр. Оны алып себетке жинайды және де алмалар фетр матасына жабысады. Келесі бетте үлкен көбелек бейнеленген. Оның үстінде кішкентай көбелектер кнопка арқылы жабыстырылған. Бұл бет түсті ажырату түйсігін жақсарту үшін жасалған, яғни көбелектерді түс-түсімен қоямыз. Бұл бетте түрлі түсті жапырақты гүл бейнеленген. Гүлдің үстінде түрлі түсті қоңыздар жабыстырылған. Әр қоңыздың үстінде 1-ден 5-ке дейінгі дөңгелектер бейнеленген. Келесі бетте үлкен қызыл қоңыз замок арқылы тігілген. Қоңыздың үстінде кішкене қоңыздарды жабыстыруға болады және де замоктардың ішіне салуға да болады. Ал бұл үшті бет. Мұнда көріп отырғандарыңыздай бағдаршамды бір-біріне жабыстыруға болады. Және де жанында шыршаны жабыстыруға болады. Түрлі түсті гүлдерді. Және де кішкентай үйшікті. Қасындағы үлкен ағашты және де автотұрақты біріктіруге болады. Сонымен қатар, мұнда кішкентай ойыншық машинамен ойнауға да болады. Мұнда қарбыз бейнеленген. Қарбызды алатын болсақ, ішінде 5 тілікке бөлінген, яғни 5 тілікте 1-ден 5-ке дейінгі дәндер орналасқан. Сандарды үйрену үшін оның астына сәйкес сандар орналастырылған. Келесі бет ауа райын ажырату үшін жасалған. Бұл бетте сыдырмаларды ашып жауып үйрену үшін және де аяқ киім бауларын немесе басқа жіптерді байлау үйрену үшін де жасалған. Мұнда тасбақаның үстіне моншақ және де түймелер лабиринт кестесі арқылы тігілген және оларды балалардың ой-санасы дамуы үшін жасалған. Мұнда түйме мен моншақтар баланың саусағына массаж болады. Ал мұнда балмұздақ бейнеленген. Келесі бет геометриялық фигураларды сәйкесінше орналастырып үйренуге арналған. Осымен кітапшамыз аяқталды. Егер сізге осы видеоролик ұнаған болса, пікірлеріңізбен бөлісуіңізді сұраймыз. Және де видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Ай Көркем каналы, тіркелуді ұмытпаңыздар.